Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге көптің сұрауы бойынша сүзбелі пирогтың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Бұл пирог бір жасағаннан ақ мінсіз болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарап, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да керемет рецептермен бөлісетін боламын. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызға қопсытқышымызды қосамыз да жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде ұнды електен өткізуді ұмытпаңыздар. Қантты да қосамыз да жақсылап араластырып аламыз. Бөлме температурасында тұрған сары майымызды қосамыз. Және бір жұмыртқамызды қосамыз да жақсылап қамыр илейтін боламыз. Мінекей достар, бізде осындай қамыр шығуы тиіс. Енді бұл қамырымызды пакетке салып, демалдыруға шамамен 20 минут шамасында холодильникке салып қоямыз. Немесе морозильникке салсаңыздар да болады. Оған дейін біз салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына бізге осындай сүзбе қажет болады. Менікі дүкеннің сүзбесі. Сүзбеміздің үстіне қантымызды қосамыз. Қаймақ қосамыз. Және бір жұмыртқа қосамыз. Құрамына қажет заттардың барлығын салып алдық. Енді салмасын араластыратын боламыз. Егер сіздерге ванилин қосқан ұнайтын болса, онда қоссаңыздар болады. Қош иіс беріп тұрады. Барлығын шанышқының көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінекей осындай масса шығуы тиіс. Салмамыз дайын. Енді жаңағы холодильникке демалуға жіберген қамырымызды алып, формамызға орналастыратын боламыз. Менде форманың диаметрі 24. Барлығын осылай біркелкі етіп орналастырып аламыз. Қолымыздың көмегімен видеода көріп тұрғандай. Қамырымызды орналастырып алдық. Енді ішіне салмасын салатын боламыз. Мінекей салмасын құйып алдық. Енді мен әсемдік үшін шие қосатын боламын. Бұл міндетті емес, өз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Егер жеміс жидек қосатын болсаңыздар, онда міндетті түрде крахмалға аунатып алып қосыңыздар. Жемістеріңіздің түсі шығып, ағып кетпейтін болады. Мінекей пирогымыз дайын. Енді қызып тұрған 160-170 градус пеште 40-45 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шықты.
Түсі де ағып кетпей, ортасы да салмасы да өте әдемі болып піскен. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көруге кеңес беремін. Сүзбелі пирогты дайындап көріп, үй іштеріңізді қуантыңыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар.